Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен мантаварка, қазанның сыртындағы майдан қалған дақтарды үй жағдайында өте оңай тәсілмен кетірудің жолын бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге бір кір сабын керек. Оны осындай терканың көмегімен өткізіп аламыз. Қазан мантаваркамыз сиятын үлкен ыдысты алып, ішіне су толтырып қайнатып аламыз. Одан кейін сабынды саламыз. 6 ас қасық сода саламыз. Алты ас қасық порошокты да саламыз. Және ең соңында 6 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Мантаварканың ортасындағы сары дақтарды оп-оңай кетіреді. 20-30 минут қайнатып аламыз. Аздаған қайнаған су құйып жібердім, ыдыстарым суға батып тұру үшін. Отыз минуттай қайнады. Енді осылай жай ғана губканың көмегімен майларды сүртіп шығамыз. Аса қатты күшті де қажет етпейді, оп-оңай кетеді. Ешқандай да қазан қырғышпен күш салудың қажеті жоқ. Жай ғана губканың көмегімен бір-бір сүртіп шықсақ, майларымыз өзімен өзі ағытылып түсіп қалады. Мантаварканың листтері көріп тұрғандарыңыздай жылтырап шығып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, мантаварканың сыртқы бөлігінде көп майлар бар, қатып қалған. Оларды да 30 минуттай қайнаттым, және губканың көмегімен оп-оңай осылай алына береді. Ешқандай да азелит, неше түрлі химиялық қоспалары бар заттарды пайдаланғанша, осындай оңай жолмен үйдегі бар ыдыстарыңызды жылтыратып алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, ыдыстарымыз жылтырап, оп-оңай кетіп жатыр. Ал енді сырты сарғайған қазандарымды да осылай тазартып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, қазанның ұстағыш жақтарындағы сап-сары дақтар оңайлықпен кетпейтін. Осылай 30-40 минут қайнаттым. Сковородканың да қақпағын салған едім, 10 минутта жібіп түсті. Чугунный қазандарды тазалау үшін губканың астына қазан қырғышты пайдаландым. Қазан қырғышпен де қатты қырып езудің қажет жоқ. Жай ғана бір-бір қырып өтсеңіз, майларының бәрі өздігінен түсіп қалады. Осылай қазанымды да тап-таза етіп, жылтыратып алдым. Қасық вилкаларымды да тазалап алдым. Вилкалардың артындағы тұрған, қатып қалған қанша жылдық майлардың бәрін 30 минуттай қайнатып алсаңыздар, вилка қасықтарыңыз да жылтырап шығады. Жай ғана губканың көмегімен сүртсеңіздер жеткілікті. Ал көріп тұрғандарыңыздай нәтижесін көрсетіп жатырмын. Қасықтарым, вилкаларым бәрі тазарып шықты. Барлық ыдыстарым жылтырап керемет болып қалды.
нәтижесін видеода бөлісіп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай сары дақтар, майлар жоқ. Күнделікті қолданып жүрген ыдыстарымды, мантаварка қазандарымды жап-жаңа жып-жылтыр етіп алдым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, ешқандай химикаттың қажеті жоқ. Денсаулыққа, адам ағзасына да ешқандай зияны жоқ тәсіл деп ойлаймын. Менің дамуым үшін видеоларды соңына дейін көріңіздер. Егер де менің лайфхактарым, видео рецепттерім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.